Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге дрожжсыз 10 минутта дайын болатын осындай бауырсақтың рецебімен бөліскім келеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтың іші қуыс, әдемі күшті болып пісіп шығады. Ең алдымен айранымызға нан сотымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай көпіршіктену қажет. Жарты қасық тұз, 3 қасық қант салып, тағы да араластырып, үстіне май құямыз. Кейін тағы да жұмыртқа салып, бір жұмыртқаны жарып, сосын жақсылап араластырып, біртіндеп ұнды бірден салып жібермей, жайлап салып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші қасықпен, содан кейін қолдың көмегімен араластырып, қолға сәл жабысатын қамыр илеп шығып, бетін жауып 10 минуттан кейін қуыратын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Өте көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын сіздермен. Мінекей біз қамырымызды жақсылап илеп болдық. Қолға сәл жабысатын қамыр, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минуттан кейін міне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды күлшелеп, 7 күлшеге бөліп, қалғанын бауырсақ қылып пісіріп алатын боламын. Жайған уақытта өте жұқа қылып жаймаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта жаямыз. Өйткені қатты жұқа қылсаңыздар, қытырлап қатып қалуы мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсы көтеріліп, дрожж қоспаса да мінекей осылай көтеріліп жақсы піседі. Қалған қамырымызды осылай қалыңдықта жайып, өзіңізге ұнаған формамен кесіп, бауырсақ қылып пісіріп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бауырсақта мінекей жақсы көтеріліп піседі. Егер де асығыс болсаңыз, осылай көтерілуді күтпейтін осындай бауырсақ жасап көріңіз. Қасиетті жұмада тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлдина.